Шаньян Ханшайым 2021 жылы түсірілген қытайлық сериал. Оқиға ойдан шығарылған Ма әулеті мен оның айналасындағы текті әулеттер Лангянның Бан руы мен Чэннің Си руы арасында өтеді. Ғасырлар бойы император отбасын Бан және Си әулеттері қолдап келеді. Бірақ бұның соңы үлкен қақтығыстарға апарады. Бан Сюань және оның алғашқы махаббаты 3-ші ханзада Ман Цзитан бір-біріне ессіз ғашық болған балалық шақтағы ғашықтар еді. Олар үйленгісі келеді, бірақ Бан әулетінен әйел алу, дүниені алу деген сәуегейлікке байланысты сәтсіздіктер орын алады. Бан Сюань ақырында Ючжан ханзадасы атағын алған шаруалар табынан шыққан кемел генерал Сяо Тиге тұрмысқа шығуға мәжбүр болады. Сяо Ти 200 мың сарбаздың қолбасшысы болғандықтан және болашақта билік үшін күресте пешкаға айналу қаупі бар екенін жақсы біледі. Ол мұны болдырмау үшін әдейі шара қолданады. Тойдың ортасында кенеттен астанадан кетіп Бан Сюаньды табалап көңілін қалдырады және қорлайды. Екеуі саяси күйзеліс кезінде некелерінің ыңғайсыз басталып, ажырасқандығына іштей қапа болады. Бан Сюань ақыры Сяо Тидің қарапайым халыққа бейбітшілік пен гүлдену әкелуге деген ұмтылысына әсер етеді. Ақырында ол өзіне үйленген Сяо Тиді бар болмысымен қабылдауға шешім қабылдайды. Өйткені өзінің беделді бірақ күрделі отбасымен күресуді үйреніп, өзінше қанымға айналады. Олар бірте-бірте тұрақтылықтың жаңа дәуірін құру үшін әртүрлі қарама-қайшы сәтсіздіктерді, рөлдерді, жауапкершіліктерді, этикалық дилеммалар мен саяси схемаларды жеңе отырып бір-біріне ғашық болады. Шаньян Ханшайымның элиталы әулеттер арасынан асқан ақылы мен демократиялық шешімімен қалай биікке көтерілгенін көргілеріңіз келсе, сериалдың әр бөлімін жіберіп алмаңыздар. Видео ұнаса лайк басуды, арнаға жазылуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.